Сәлем достар, біз Lumia платформасымен танысуда одан ары қарай жалғастырамыз. Егер алдыңғы видеоны көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде Lumia бір видеосын көріп шығыңыздар. Бұл жерде біз Lumia платформасына толығырақ тоқталған болатынбыз алдыңғы видеода. Бұл видео біздің Lumia платформасына арналған екінші видеомыз болып табылады. Жалпы Lumia платформасы туралы тағы бір-екі ауыз айтып кететін болсам, бұл платформа онлайн және офлайн оқытуға арналған, дидактикалық тапсырмаларды жасауға негізделген, интерактивті геймификация әдістерін қолдана отырып балаларды қызықтыратын осындай оқушылар мен білім алушылар мен ұстаздардың бірге жұмыс жасауға мүмкіндік беретін ерекше платформа. Топтық жұмыстарды, жұптық жұмыстарды, ойын тапсырмаларын құрастыруға арналған, формативті бағалауға негізделген осындай бір платформада осының барлығы жүйеленген ерекше платформа болып табылады. Бұл платформаны кез келген девайста қолдануға болады. Смартфонда, планшет немесе ноутбук деген сияқты осының барлығында қолданып сабақтарыңызды ерекше қызықты етіп өткізсеңіздер болады. Бұл жерде біздің жиі қолданатын YouTube, Canva, PowerPoint, PDF, Google-дың мүмкіндіктері осы барлық көріп тұрған шешімдер бір жүйеге негізделген, бір жүйеде жинақталған осындай ерекше платформа болып табылады. Олай болатын болса, біз бүгін осы платформаның, осы сервистің интерактивті тапсырмаларына көңіл бөлетін боламыз. Енді біз қалай тіркелу керек, слайдтарды қалай құру керек туралы өткен сабақта айтқан болатынбыз өткен видеода. Бірінші видеоны міндетті түрде қарап шығыңыздар. Олай болатын болса, біз келесі видеоға өтетін боламыз. Мінекей біздің өткен сабақта бастаған слайдымыз. Енді слайдтың шаблондарын таңдап өзіңізге керекті контентпен, мазмұнмен толтырғаннан кейін, мына мәтіндердің барлығын орысша, қазақшаға аударып, жазып, суреттеріңізді керек нәрсенің барлығын қосып болғаннан кейін, біз плюс батырмасын басып, мына жерде видеоны қосуды да көрдік, өткен видеодан қарайсыздар, видеоны қосып аласыздар сілтемесі арқылы. Енді мынандай интерактивті дайын ресурстар бар, сонымен қатар интерактивті тапсырмалар бар. Яғни мына жерде готовый ресурстарды қарайтын болсақ, осындай бір әдістер бар екен. Яғни білемін, білгім келеді, білдім деген осындай жаңағы әдіс екен. Бұл жерде оқушыларға осы сіздің жаңадан түсіндірейін деп тұрған тақырыбыңыз бойынша олар не біледі, және де не білгілері келеді деген сұрақтарға жауап беріп, соңында олар сабақтың соңында жаңадан алған білімдерін білдім деген бағанға ауыстырып, осындай реттілікпен тапсырмаларды орындау мүмкіндіктері бар. Бұл бізде кричи деп аталатын тапсырма. Бұл тапсырмаға қазір тоқталып өтетін боламыз. Және де, что вы хотите знать по этой теме? Яғни, бұл жерде біз оқушыларға сұрақ қоямыз, және балалар өздері осы тақырып туралы не білгілері келеді, сол туралы айтатын болады. Және де олардың ойларын, олардың жаңағы білім деңгейлерінің негізінде ары қарай мұғалім өзінің сабақ барысын жүйелейтін болады. Және де келесі активті тапсырмалардың бірі ол тестілеу. Бұл жерде белгілі бір анықтама беріледі, сол дұрыс немесе бұрыс деген логикалық жауаппен негізделген, ақиқат немесе жалған деген сияқты осындай тапсырманың түрі болып табылады. Яғни бұл бізде дайын
берілген осындай шаблондардың түрі деп айтуға болады. Бұл жерде сіздер өздеріңіз осы тапсырмаларды өздеріңіз ауыстырсаңыз болады. Сұрақтарын да өздеріңіз өзгертсеңіздер болады. Бұл жерде дайын тапсырмаларды құрастырып, жасасаңыздар болады. Бұл жерде оқушылардың қатысу керек болады. Мысалы үшін кез келген бір сұрақты жазайық енді, мысал ретінде. What did you do on the weekend? Деген сұрақ қояйық. И осылай біз сұрақ қоямыз, балалар өздерінің құралдарымен қосылады, және де қосылып сұрақтарға жауап беретін болады. Немесе бұл жерде енді ақиқат жалғанға келістіріп сұрақты өздеріңіз реттеп қоя аласыздар. Ол енді өздеріңіздің қажеттілігіңізге қарай сұрақтың қойылуын өздеріңіз реттейсіздер. Немесе мына жерден дыбыстық сұрақты да қосуға болады, голосовое сообщение сияқты дыбыстық сұрақты да қоя аласыздар. Енді тағы да плюс батырмасын бассақ, бізде тағы қандай дайын шаблондар бар екен, соны көрсеңіздер болады. Рефлексияға арналған тапсырмалар, жаңағы кричи тапсырмасы арқылы плюс-минус интересно, яғни плюс-минус және де қызықты деген тапсырмалар бар, яғни предложите учащимся изучить тему, рассмотрев ее преимущества, недостатки и интересные аспекты. Яғни белгілі бір тақырып бойынша осы тақырыпты зерттеп, оның артықшылық кемшіліктерін және де қызықты жақтарын қарастырыңыз деп осылай блоктарға бөліп тапсырма берсеңіздер болады. Балалар өздерінің құралдары арқылы әрбір категорияға плюс деген категория, минус немесе интересно деген категорияға өздері жазып береді. Не болмаса 3 факта, 2 вопроса, 1 мнение деген тапсырма бар екен. Бұл тапсырмада балалардың өздерінің осы тақырып бойынша өздерінің білімдерін жеткізеді. Мысалы, қандай да бір тақырыпқа байланысты балалар өздерінің білімдерін нақты уақыттағы білу деңгейіндегі ақпаратты енгізетін болады. Одан кейін сабақ барысында егерде қандай да бір қате болса немесе толықтырып айту керек болса, оның барлығын мұғалім ары қарай реттеп өзі толықтыратын болады. Сонымен қатар тестілеу тапсырмаларында жаңағы ақиқат немесе жалған немесе дұрыс жауап беруге болатындай бір кері байланысқа арналған осындай тапсырма. Енді тестирование өзі жалпы түсінікті. Мысалы үшін, сіз осы анықтамамен немесе осы сөзбен келісесіз бе деген сияқты бір факт туралы айтып, я келісем немесе келіспеймін деген сияқты кері байланыс алсаңыздар болады. Не болмаса, осы тақырыпқа қалай қарайсыздар деген сияқты балалардан сұрақ қою арқылы кері байланыс жасай аласыздар. Яғни бұлардың барлығы бізде уже берілген тапсырмаларға шаблон ретінде, идея ретінде қойылған рефлексиялық тапсырмаларға. Манипуляторы деген тапсырмалар бар екен. Оның ішінде мынадай түрлі идеяларға берілген тапсырмалар бар. Сонымен қатар графический органайзер дейді, яғни мозговой штурм, яғни осындай белгілі бір тақырып бойынша әркімнің өзінің ойын айтуға арналған осындай мозговой штурм тапсырмасы бар. Причина и следствие деген тапсырма бар. Ментальная карта, метод Корнелла, заметки 2 столбца дейді, модель Фрейера дейді. Осындай түрлі әдістерді өздеріңіз енді фантазияларыңызды қосып, тақырыптарыңызға қарай, ары қарай өздеріңіздің жаңағы фантазияларыңызға қарай толықтырып, осы мүмкіндіктерді пайдалана аласыздар. Енді
Біз мына жерде кірчи тапсырмасына бір тоқталып өтейік. Бұл кірчи тапсырмасы бізде екі түрлі жолмен жасалады деп айтқан болатынбыз. Қандай да бір сұрақты қоямыз, және де оның жаңағы балалар жауап беретін болады. Мысал үшін, жаңа бізде мынандай осы тақырыпқа қатысты бізде шаблондар болды, актуализация ішінде. Знаю, хочу, узнал. Знаю, хочу знать, узнал. И болмаса, что вы хотите узнать по теме деген сияқты. Осы біздің кірчи тапсырмалары арқылы жасалған, мінекей. Енді қалай жасалғанын көру үшін. Знаю, хочу знать, узнал. Случайным образом, материалы, добавленные учащимся, располагаются в случайном порядке. Их можно свободно перемещать и располагать по группам. Тышқанмен жылжытып топтарға бөлуге болады. В случайном порядке, не болмаса, мысалы, осы категория бойынша. Знаю, хочу знать, узнал. Осылай жазсаңыздар болады. Мәтін ретінде балалар жауап берсе болады, немесе сурет ретінде жауап берсе болады, кәдімгі файл ретінде. Енді мәтін ретінде менің ойымша ыңғайлы сияқты. Әрбір блокқа өздерінің ойын жазады. Балалардың аты жөндерін скрыть етіп қоюға болады, көрсетпей, немесе көрсетіп қоюға болады. Следующий. Және де тема классическая болып қала берсін. Окей. Требуется устройство учащихся. Одан кейін бұл бізде тест тапсырмасы болып, мына бізде кірчи болды. Это игровые задания. Мінекей, бұл біздің жиі қолданатын ойындарымыздың түрлері. Гонки. Учащиеся соревнуются в тесте на скорость, стараются быстро и правильно отвечать на вопросы, выбирая ответы из нескольких вариантов, либо определяя правдивость или ложность утверждений. Бұл кәдімгі тесттің түрлері, квиздің түрлері болады. Мысалы, многовариантный выбор дейді, бірнеше дұрыс жауабы бар, немесе ақиқат жалған деген сияқты. Мұнда сурет қосуға болады, сұрақ қоямыз, мысалы үшін. Енді бір қарапайым сұрақтарды жаза берейік, Онда мына жерде былай болады екен, истина немесе ложь деп жазуға болады. Келесі сұрақ, мысалы үшін, бұл бізде сұрақтың түрі жаңағындай многовыборный сұрақ болатын болса, жаңағы тем, мына жерде 3, мына жерде 4, мына жерде 5, мына жерде 6. Многовариантный выбор деп тұр, яғни бірнеше варианттар бар деген сөз. И сұрақты суретті қоссақ болады, выбрать изображение деп. Енді олардың бар түсінікті деп ойлаймын. Удалить вопрос деп керек емес сұрақты алып тастаймыз. Следующий. Готово, яғни осы екі сұрақты қойдық, готово дейміз. Яғни осындай бір ойынның түрін құрастырдық. Мінекей, өте қызықты тапсырма деп ойлаймын. Кім бірінші жауап береді, бұл жерде мен айтып өткен болатынмын, геймификация форматында болады деп, предварительный просмотр деп қарап көрейік. Мінекей, бізде енді екі ғана жаңағы қатысушы бар деп көрсетілген. Старттан бастайды да, тапсырмаларды кім бірінші орындайды, сол адам бірінші финишқа жететін болады.
осындай бір ол үшін әрине міндетті түрде бала осы тапсырмаға қатысу керек. Ол жөнінде біз тағы да толығырақ көрсететін боламыз бұның демонстрациясы жағын, иә. Енді игровые заданияны тағы да заполните пропуски дейді. Енді тағы біреуіне тоқталып өтейік. Заполните пропуски. Бұл жерге біз мәтін қосамыз. Бұл жерге біз мәтінді қостық, иә. Енді обозначить пропуски. Пропускты, мысалы, мына сөзді белгілейміз. Осы сөз бізде жоқ болып тұрады, балаларға көрінбей тұратын болады. Мысалы үшін мынау сөзді, балалар қаншалықты тақырыпты түсінді, осы сөздерді алып тастау арқылы біз тапсырмаларды орындататын боламыз. Енді осылай оңай тапсырмалар жасаймыз. Проверить ответы по запросу, редактировать текст и мінекей жауаптары. Пропусктарды біз осылай алып қойдық. Следующий дейміз да. Бұл жерде артқы фондарын өздеріңіз таңдасаңыздар болады дейді. Естественные науки, оранжевый дейді, монстры дейді. Монстры деген таңдайық, балаларға қызық болсын. Предварительный просмотр деп көріп аламыз. Тапсырманың орындалуын біз уже жалпы сабақтың несінен көретін боламыз. Сабақты бүкіл слайдпен бірге қосып көретін боламыз. Мінекей, жаңағы біздің алып тастаған тапсырмаларымыздың орнына бос тұр. Балалар осы жерге дұрыс нені қою керек, мысалы, мынау дұрыс бола ма, немесе мына жауап дұрыс бола ма, осыны біз дұрыс пропусктардың орнына астындағы сөздерді қойып, бірден автоматты түрде компьютер тексеріп береді, платформа тексеріп береді, өте керемет тапсырма деп ойлаймын. Келесі тапсырманың түрі, енді тапсырманың түрлері өте көп, 12 түрлі тапсырма. Проверка на память деді, совпадающие пары, яғни жаңағы есте сақтауға арналған карта памяти, проверка памяти деген ойын. Командный тест, яғни жаңағы топпен жұмыс жасауға арналған тест тапсырмалары. Открытие подписей дейді, игровое шоу, переворот, поиск слов, соответствие, сәйкестендіру, тест с монстрами дейді, порядок сортировки, орындарын реттеу, супер сортировка. Енді арасында бұның барлығын енді өздеріңіз ары қарай қажетін аласыздар. Барлығы енді интуитивті түсінікті орысшаға аударып алсаңыздар өте оңай деп айтуға болады. Мысалы, мынандай бір жаңағыдай сұрақты қоя салайық, енді біз әркім өзінің маман несіне байланысты жазады сұрақты. Енді тағы да бір сұрақ қосайық, жаңағындай. Бұл бізде многовыборный вопрос ответ болсын да. 4. Ой. 5. Так, минут. Клавиатура секіріп жатыр. Осы екі вариантпен қалдырсақ болады. Мінеке, готово дейміз. Енді предварительный просмотр. Енді шоу дедік қой, бұл игровой шоу. Өте қызықты тапсырмалар ойын форматында, геймификация форматында жасалған. Сол себептен де балаларға бұндай ойындар өте қызықты болып табылады. Сол жақтағы
табанды айналдырдық, міне сұрақ қойылды. Мысалы, истина дедік па, истина. Вы заработали столько-то очков, верно? Мінекей осындай қызықты форматта, ойын форматында жасауға болады. Өте менің ойымша балаларға тартымды болатын ерекше ойынның түрлері бар. Өздеріңіздің қалауларыңызша, өздеріңіздің қажеттеріңізше түрлі ойындарды жасап шықсаңыздар болады. Мысалы, мына поиск слова дегенде бұл да бір қызықты тапсырма деп ойлаймын. Бұл жерде енді тапсырманың берілуі жазылып тұр. Сөздерді жазамыз. Соның ішінде сол сөздерді шашып тастайды, яғни программа. Және де біз сол сөзді құрастыруымыз керек. Жаңағы жасырылған сөздерді, поиск слова. Келесі тағы да сол сияқты мінекей ойындардың түрлері өте көп. Мінекей переворот, порядок сортировки. Енді бұл жерде де өздеріңіздің тапсырманы алдын ала дайындап қойып, соның негізінде жасасаңыздар болады. Керемет, менің ойымша өздеріңізге бір керекті уже видеоны көру барысында сіздер ойлап қойдыңыздар деп ойлаймын. Мынандай тапсырманы жасаймын, мынандай тапсырманы жасаймын деген сияқты. Яғни мінекей осылай біз завершить редактирование деп тапсырманы аяқтаймыз. Мінекей бұл біздің жасаған жаңағы біздің библиотекамызда сақталған біздің сабағымыз, бүгінгі дайындаған. Енді начало деп бұл сабақты біз осылай қолдансақ болады. Енді қалай қолданамыз? Узнайте, как отправить этот урок на устройство учащихся. Вы можете направлять учащихся по ходу урока, либо они могут работать в собственном темпе. Отслеживайте прогресс учащихся. Учащиеся также могут работать над страницами с заданиями индивидуально в группах или всем классом, а вы будете видеть их работу в режиме реального времени. Покажите мне как. Енді начните просмотр отсюда. Дейді мінекей стрелкаларды осылай көрсетіп отырады екенбіз. Арасында видео болса қосып отырамыз. Біз енді слайдта обычно бізде PowerPoint-та былай слайдтарымыз керісінше төмен жақта болады, бұл жерде жоғары төмен болып тұрады екен. Мынау енді біздің алдындағы таңдаған слайдтарымыз болған. Интернеттің жылдамдығына қарай суреттеріміз барлық шығып тұрады. Енді тапсырмаларға назар аударайық. Требуется устройство учащихся. Тапсырмаларды жіберген кезде балалар мінекей осы QR-код арқылы тапсырмаға қатыса алады. Не болмаса сілтеме арқылы осы тапсырмаларды орындай алатын болады. Енді қазір тапсырманы QR-код арқылы жасап көрейік. Мінекей балалар осы код арқылы 825-085 деген код автоматты түрде QR-ға кірген кезде шығып тұратын болады. Немесе осы сілтеме арқылы. Осы сілтеме арқылы WhatsApp-қа жіберсеңіздер де болады. Балалар өздерінің ожидание подключения учащихся деп шығып тұр. Мысалы, бір учащийся қосылды, окей.
мысалы мен қазір бір оқушы ретінде қосылып тұрмын. Қазір менде осы тапсырма телефонымда экранда шығып тұр. Енді осы жерде экранда болып жатқан тапсырмалардың барлығы мен телефонымнан құрылғыларым барлығынан көрініп тұр. Бұл жерде тапсырманы біз кішкене дұрыс жасауымыз керек, өзінің несіне қарай. True false деген тапсырма, мысалы үшін true деп жауап береміз. Егер дұрыс болса, бірден дұрыс деп оқушыға да телефонында шығады, және де экранда қанша бала дұрыс жауап берді, қаншасы бұрыс жауап берді көрініп тұрады. Енді мен қазір бұл жерде тек қана бір бала ретінде тапсырмаға кіріп тұрмын. Енді келесі тапсырма, жаңағы кричи, бізде тапсырманы оқушыда көрініп тұрады экранында. Знаю деген категорияда бала өзінің осы тақырыпқа осы тақырып бойынша өзінің білгенін жазады. Мысалы, бұл Айбек, бұл тақырып туралы білемін деп жазды. Енді хочу знать, не білгім келеді. Енді бір факты бойынша тақырыпқа байланысты жазу керек. Толығырақ білгім келеді, және де узнал, не білгім келді. Енді мына категориялардың бәрін, знаю, хочу знать дегендердің бәрін қазақшалап өздеріңіз реттеп жазасыздар. Узнал, что узнал? Узнал, там, первое, второе, третье, там что-то, өздеріңіз не білдіңіздер, сол туралы жазасыздар. Бұл бізде Айбектің жауаптары, сол сияқты бұл жерде көптеген жауаптар болады. Келесі тапсырма, гонки. Бұл жерде енді мен тек қана бір оқушы арқылы кіріп отырмын. Бұл жерде бірнеше оқушы кірген кезде қайсы бірінші жауап береді, сол бірінші болып есептеледі, яғни соның балы жоғары болады. Яғни бұл жерде кішкене тапсырманы көбірек құрастыру керек, және де көбірек оқушы кірсе, осындай гонка ойыны жасауға болады екен. Заполните пропуски дейді. Енді бұл жерде түсінікті, ойымша, қай жерде қандай жауаптарды қою керек. Мінеке. Мысалы, Айбек қазір жауап беріп жатыр телефон арқылы. Айбек жауаптарын жіберді. Проверка. Айбекте дұрыс деп шықты. Ол менің телефонымда көрініп тұр. Балалардың жауаптары бізде мінеке көрініп тұратын болады. Сонымен қатар начало, яғни бұл бізде соңындағы барабан әдісі, игровой шоу. Бұл жерде баланың телефондағы нұсқасында көрсетіп отырған қызықты болар еді, әрине. Әзірге енді осы түрде түсіндіріп өтемін. Мінеке, жаңа көрсеткендей барабанды вращать етеді бала. Өзінің таңдаған жаңағы несі шығады, нұсқасы, сұрағы, соған жауап беру арқылы өздерінің очколарын жинайтын болады. Енді бұның барлығы жалпы түсінікті деп ойлаймын. Енді жұмыс барысында қандай да бір нюанстар көрінетін болады. Сіздер үшін қызықты болды деп ойлаймын. Балаларға да өте қызықты болады. Сабақ барысы осындай интерактивті дидактикалық материалдар арқылы балаларға білім беру
өте қызықты әрі тиімді деп ойлаймын. Сол себептен де осы платформаларды қолданыңыздар. Назарларыңызға рахмет.